Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Ақжарқын. Бүгінгі видеоблогымызда жаңа жылдық столымызға арнап осындай 3 түрлі әдемі оформлениемен салаттар әзірледім. Видеоны аяғына дейін көріп, ұнаса лайк басып және өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, қыздар. Осындай әдемі салат түрлері рецепті аяғына дейін көріңіздер. Ең алдымен бірінші түрлі салатымызға пекин капустасы және асылған ет, бір қияр керек болады. Алдымен капустамызды соломка етіп турап аламыз. Қиярымызды соломка қылып тураймыз, етті де солай турап аламыз. Дәмі сондай дәмді әрі нәзік, бір жағынан жеңіл салат, ал екінші жағынан тойымды келеді. Өйткені құрамында асылған ет болғандықтан мен басында ойламадым 3 түрлі ғана салаттан қалай болады екен деп, бірақ дәмі қатты ұнады. Және оформлениясында әдемілеп жасауға болады. Тұз себеміз, майонез сеуіп араластырдым және қара бұрыш қосып жіберсеңіз болады. Тез желініп кетеді. Дайындап болдық. 2 жұмыртқаны асып алдық, ортасынан бір бөліп осылай сәндеп қойсаңыз болады. Жұмыртқаның айналасына гранатамызды осылай әдемілеп салып шығамыз. Немесе бөдене жұмыртқасын алып қойсаңыз да болады. Өте дәмді, сондай түрі әдемі шықты, дәмі де керемет. Екінші түрлі салатымызды әзірлейміз. Пекин капустасын 4 бұрыштап турап аламыз. Және грек жаңғағында ұсақтап турап, жұмыртқаның сарысын теркадан өткізіп, үшеуін араластырамыз. Үшеуін жай ғана араластырамыз, өйткені капуста өзінің сөлін береді, сондықтан ештеңке қоспай араластырып, бұл салаттың ең астыңғы бөлігі болып табылады. Асылған тауық етін 4 бұрыштап турап аламыз. Менде окорочка, 1 ляшкасын алдым. Бір асылған сәбізді теркадан өткізіп дайындап қоямыз. Жеке ыдысқа 1 ас қасық алып қалсаңыздар жетеді, бетіне әсемдік үшін. Мен мына жерде көбірек алып қойыптым. Тортқа арналған кальцияның көмегімен салатымызды жинаймыз. Ең астыңғы бөлігіне турап алған капуста, грек жаңғағы және жұмыртқаның сарысы үшеуін астына салып шығамыз. Одан кейін сәбізімізді, майонез жағып, тауық етімізді салып, тегістеп шығамыз. Майонез жағып аламыз. Ең бетіне жұмыртқаның ағын теркадан өткізіп, салаттың бетіне салып шығамыз. Енді бетін әсемдейміз. Бізге қиярмен, жарты қияр жетеді және черри помидорлар керек болады. Қиярды бір кескен кезде бірінші жартысын кесіп аласыз, одан кейін екінші бөлігін толықтай кесіп аласыз. Сол кезде осындай өте әдемі бір-біріне кигізіп қойсақ, осындай әдемі қияр шығады. Осылайша бір-біріне кигізіп қоясыздар. Ромашка тәріздес гүл жасап шығамыз. Черри помидорын 2-ге бөліп алдық. Екі жағына 2 қиярымызды қойып қоямыз. Салаттың түрі өте әдемі болады. Ортасына басында алып қалған асылған сәбізімізді салып шығамыз. Дәмі де керемет, сондай жеңіл, әрі сочный болады сондай. Үшінші түрлі салатымызға желатин керек болады. Салқын суға желатинімізді салып араластырып, ісінгенше қойып қоямыз. 15-20 минут күтеміз.
Одан кейін брынзамызды аламыз. Брынзаны қасықтың көмегімен кішкене еземіз осылай. Брынзаны алдын ала бөлме температурасына қойып қойсаңыздар, жұмсақ болып тұрады. Бұл салатқа біз майонез қолданбаймыз. Майонездің орнына сметананы алсаңыз болады. Брынзаға сметананы қосып, екеуін жақсылап араластырып, былай алып қойдық. Енді 4 жұмыртқаның ағын теркадан өткізіп аламыз. Желатин ісініп дайын болды. Жылытып аламыз, қайнатқанға жеткізбейміз. Сметанаға қосып, жақсылап араластырып, тағы тоңазытқышқа салып қоямыз. Бізге асылған картоп, сәбіз, тұздалған қияр және жұмыртқаның ағы, сайра балығы консервіде керек болады. Соусымыз дайын болды. Үккіштен өткізіліп алған жұмыртқаның ағына соусымызды 2 ас қасығын алып араластырамыз. Осындай формочка керек болады. Кекстің формочкасы, ішіне пищевой пленканы төсеп алдым. Ең астыңғы бөлігіне жұмыртқаның ағын салып шығамыз. Біз соусты жұмыртқаның ағына не үшін қостық? Өйткені салат сондай бір-бірін ұстап тұру керек. Желатинді біз сол үшін пайдаландық. Екінші қатар асылған сәбіз. Одан кейін дайын соусымызды жағамыз. Әрқайсының арасына майонездің орнына осы соусты жағып отырамыз. Сәбізден кейін сайра балығы, яғни консервідегі вилкамен осылай езіп алдым, ұсақтап. Тағы да соусымызды жағамыз. Тұздалған қияр. Теркадан өткізіп аласыздар барлығын, картоп, сәбіз, қиярымызды. Қиярдан кейін соусты жағып шығамыз. Одан кейін картоп. Тағы да соусымызды жағып, пищевой пленкамызбен жауып, тоңазытқышқа 2 сағатқа салып қоямыз. Арасындағы соус, яғни желатин қосылған соус қату керек, салат бір-бірін ұстап қалу керек. Сол үшін күтеміз. Мінекей салатымыз дайын болды. Тарелкамызға аударып алдық. Мен осылайша 5 бөлікке бөліп, сонда менде 10 кусок шықты. Көлденеңнен 5 бөлікке, тігінен 1 бөлікке бөлдім. Сонда 5 кусок салатымыз шығады. Өте әдемі кубик тәріздес. Ең бетіне жұмыртқаның сарысын салып шықтым.